Так, келесі біздің есебіміз ол функция. Функцияның аты sum_digit деп аталған. N деген мән кіреді. Сум тең 0. Келесі цикл. Циклдың мәні. Циклдың шарты бойынша n 0-ге тең болмаса деген сөз. Егер шарт ақиқат болатын болса, функция орындалады деген сөз. Ары қарай сум деген айнымалыға сум алғашқында 0, плюс тең деген сөз 0-ге жаңағы кірген санның онға бөлінісі қалдығын қосқан кезде қосып отырамыз деген сөз. N тең, ал n-ді одан кейін қалдықтан кейін біз оны бүтін бөлікке бөлеміз деген сөз. Осы циклдың ішінде осы сумды, яғни қосындысын қайтарамыз. Қосып отырған цикл деген қайта-қайта қосып отыр. Цикл орындалады, ол цикл орындалады ақиқат болғанша, цикл орындалмайды, ол false болған жағдайда тоқтайды деген сөз. Цикл тоқтайды. Енді қарайық. Бізге 6500 sum_digit мен SD деп алайық. Sum_digit 6589 болған кезде тең, ол бірінші циклға кіреді. Ол 0-ге 6589 0-ге тең емес, яғни ақиқат. Ары қарай сум қосу, яғни сум тең болады 0 қосу 6589-ды 10-ға бөлген кездегі қалдығы бізде соңғы сәния 658 мәні 9 қалдық. Яғни 9. 0 қосу 9. Яғни сум бізде 9 болды. Ары қарай 6589-ды 10-ға бөлген кездегі мынау не бүтін санды білдіреді. Яғни 658 бүтін 9 қалдық. 9 қалдығы міне жазылды. Ары қарай келесі. Мынау циклдың денесі. Циклдың денесі деген сөз, ол циклдың денесінен біз шыға алмаймыз, егер оның шарты ақиқат болса. Сондықтан қайтадан мына шартқа барамыз. 658 бізде 0-ге тең емес, сондықтан 658 қайтадан кіреді. Сум қосу, сум бізде 658-ді 10-ға бөлген кезде бүтін саны 65, қалдығы 8. Сондықтан бізде сум 9-ға тең, сондықтан 9 қосу 8 тең 10.